сәлеметсіздер ме? Әңгіме жинағы каналына қош келдіңіздер. Каналымызға жазылып, қолдау білдіре отырыңыздар. Ем алып, дәрігердің бақылауында бас-аяғы 70 күн жаттық. Оңай болған жоқ. 2 айдан асқан соң үйге шықтым. Бала адам болыпты дегенді естіген атам мен Мақсат кешірім сұрап, қайда келді. Ұят болады. Баланы әкесіз өсірме деп, әке-шешем тағы да ертіп жіберді. Көз жасым көл болып, қайда бардым. Қуанған ене жоқ. Өзім шомылдырып, өзім қарадым. Сол кезде баланың салмағы небәрі 2500 грамм еді. Қалай қорықпағанымын деп таң қаламын. Мұнымен сынақ бітпеді. 1 айдан соң баламды невропатологқа көрсетсем, ұлыңызға ДЦП, эпилепсия деп диагноз қойды. Тағы да жылау, тағы да шарасыздық. Енді не істеймін деп есеңгіредім. Сөйтіп әбден сандалдым. Аналық махаббатым сезді. Ұлымның аты жаман аурумен ауырмайтынына сенімді болдым. Қайда барсам да, қандай дәрігерге барсам да айтатыны сол. Мені күннен күнге уайым жеп барады. Талай ауруханалардың табалдырығын тоздырдым. Ешқайсысы көңіліме қонатын дүние айтпады. Байдан, енеден қайран болмады. Не сөзбен, не қаржылай қолдамады. Мені қинап ұзатқаны өздері үшін кінәлі сезінген әке-шешем бар. Шығынды көтерді. Ақылдаса келе, Америкада оқыған білікті невропатологқа көрсетуді жөн көрдік. Ол кезде ұлым 8 айлық. Не аунамайды, не еңбектемейді. Ұзақ күтіп, сол дәрігерге бардық. Үмітіміз ақталды. Бізде ешқандай ДЦП, эпилепсия жоқ екен. Әлхамдулиллах, шүкір. Аналық сезімім алдамаған екен. Тек бала шала туылғаны үшін оның миы ұйықтап жатыр. Тек қана қарнының ашқаны кезінде ғана ми сигнал береді. Сіздің ұлға тек точкалық массаж керек дегенді қуаныштан өксік жылап жібердім. Ұлымды емдетіп, массаждың 5-ші күні-ақ өз нәтижесін берді. Балапаным аунай бастады. 1 жаз 3 айында жүгіріп кетті. Балам жазылып, жүрегім жарыладай мәз болып жүрдім. Сол кезде күйеуім басқа қатынмен көңіл көтеріп жүріпті. Ажырасқан 1 қызы бар, сары келіншек. Мен бейбақ ұлыммен алысып жүргенде, оның жын ойнақ жасағаны жүрегіме қатты батты. Айқайда шығармадым. Жай ғана не үшін бұлай жасағанын себебін сұрадым. Басында мойындамай, қыстап қоймаған соң, сен маған қашан көңіл бөлдің? Түріңді қарашы. Сен менімен қашан жаттың? Есіңде ме? Деп ұялмастан айтып тұр. Айнаға барып қарасам, шашыма кәдімгідей ақ түсіпті. Көзімнің айналасының бәрі майда әжім. Бүкірейіп, түрім сұрланып кетіпті. Баяғы кірпік жапсырып, көзін үлкейту үшін линза тағатын, бұрымы белден келетін ақ құба қыздан түк те жоқ. Құдайдың маған берген сынағы аз емес, жетер енді. Шыдамам таусылып, ажырасуға бел будым. Анама хабарласып бәрін айттым. Келіп алып кетті. Енем екеуі ұялмастан бар кінәні маған артып қала берді. Сонда түсіндім, бұларға жақсы келін болсаң да жақпайды екенмін. Тек киім-кешегімді жинап, төркініме қайттым. Қайтқан қыз кімге жағушы еді? Әкем түрпектеп баяғы абыройын айтады. Бауырларыма баланың жылағаны жақпайды. Арада 1 ай өтті. Мақсат хабарласып, ұлын сағынғанын айтып, кешірім сұрап жылады. Кешірмедім. Үйдің алдына келіп кешірім сұрап, кешті батырып жүрді. Әке-шешем тағы 1 мүмкіндік бер. Бала тегін біліп өсу керек. Ол солардікі. Ажырасқың келсе, ұлыңды соған беріп, өзің кел дегенде жүрегім қағайырылды. Мына жалғанда жалғыз Аллаға ғана сенетінмін. Бұлай сүмелек болып жүре берудің енді реті жоқ еді.
Қайта барсам, енем дүркіретіп артынан келген заттың бәрін таратып, қалғанын сатып жіберіпті. Қатты ашуландым енеме. Барып аузыма келгенді айтып, десе мә деп тұрып алдым. Бүлінгеннен бүлдіргі алма деген сол дүниенің бәрі саған және қыздарыңа садақа деп отыра бердім. Сәлем салуды қойдым. Қалағанша ұйықтап, қалаған асымды жеп, қаламасам ештеңе жасамай жата беретін болдым. Баяғыдай құрдай жорғалау жоқ. Бұл енеме жақпады. Баласына күнде мені айдап салатын болды. Бір күні сондай ерегістің соңы менің таяқ жеуімнен басталды. Енем ұлына мені ұрғызып мәз болып күліп тұр. Сонда енемді шын қарғадым. Құдай сені маған зар қылсын, менің қолыма қарап қалған. Өз бала-шағаң сенен безіп кетсін дедім. Таяғымды жеп болған соң енеме барып, мәзсіз ба, ризасыз ба десем, күліп отыр. Мынаны ұмытпаңыз, ұлыңыз қанша ұрса да, қыздарыңыз күнде қарғап, боқтап мазамды алса да, мен бұл үйден кетпеймін. Балаңыздан ажыраспаймын. Көресіз әлі. Балаңыз менің қабағыма қарап өмір сүретін болады. Әжем жарықтық. Балам, кісі ақысына кірме, көңілі не келме. Біреуге қиянат жасасаң, бұрын 40 жылда келсе, қазір 40 күнде келеді деуші еді. Сізге де бір тоқтау бар шығар, деп кетіп қалдым. Сол күндерден соң ес жиып, ел қатарлы боянып, өзіме көп көңіл бөліп, саудамен айналыса бастадым. Күйеуіме бар тәтті тамағым мен тәтті сезімді арнадым. Ол өзгерді. Еркек бала сияқты болады деген рас екен. Қателігін түсініп, обалына не керек, атамда, күйеуімде балажан болды. Құлынымның күнде тәтті қылығы шығып, біздің бақытымызға айналды. Баламды енем жиі қолына алып, еміренбеді, жақсы көрмеді. Оны менде керек етпедім. Бірде күйеуім мен атам қала сыртына тойға кетті. Енем қайынсіңілдеріммен үйде қалдық. Енеме, бала ұйықтап жатыр, қарап қойыңыз. Мен шашымды бояп, жуынып келейін, дедім. Ол үндемеді. Бір кезде баланың шыңғырған даусынан шала жуыны шықтым. Қарасам, бала аунап қатты жылап жатыр. Оған қарайтын ешкім жоқ. Қайынсіңілдерім телефон шұқылап отыр. Енем өтірік ұйықтап жатыр. Ызам келіп, ывырсып жатсыңдар ғой, мына балаға қарай тұрсыңдар қайтеді десем, баяғы Дана деген қайынсіңілім. Көшеден тапқан балаңа қарауға міндеттіміз бе, дейді ашуға мінгенмен. Сен өзіңе қарап алшы, қайдан тапсам да әкесі бар. Ал сен көрінгенге гостиницада жүрсің. Етегіңде неше түрлі ит-ергек, деп едім. Ұлымның басына қатты бір затты лақтырып қалмасы бар ма? Ұшып тұрып, ал тепкіледім. Енем қанша ажыратуға тырысса да, бір уыс шашы қолымда, басын ұстап, полға ұрып жатырмын. Әрең дегенде ажыратып алып, мені түнгі 12-де баламен күздің суығында қуып шықты. Мақсатқа звондасам өшірулі. Інімді шақырып, төркініме кеттім. Ертесіне күйеуім звондап тұр. Нағыз жәлеп екенсің. Шешем айтқанда сенбеп едім дейді. Я, не боп қалды? Қайдан білдің десем. Кеше түнде боянып, шашыңды жайып, бір еркектің көлігіне отырып кетіпсің дейді. Шешесі мен қарындасы өтірікті шындай қылып айтқан. Ашуланған мен. Енді мені тыңда. Қалай болған айтып берейін деп барлығын айтып бердім. Атам екеу келіп, тағы кешірім сұрап алып кетті. Атам немересін қатты жақсы көрді. Үйге барған соң қыздарын мені қалай қуса солай қуып, сендер ешқашан келінім мен немеремде бола алмайсыңдар, деп айтып қуып шықты. Енеме, айтқаныма көнбесең, сен де кет қыздарыңмен деп боқтап берді. Сол күннен соң отбасымызда тыныштық орнап, жақсы тұрып жаттық. Мақсат бар көңілін маған және ұлына білді. Жиі гүл сыйлап,
жеке қыдыртып, қайда барса да алып жүретін болды. Көп өтпей, енем онкологиямен ауырып больницаға түсіп қалды. Ұзақ жатты. Жек көрсем де тамақ тасыдым. Екі ортада шешесін ойламай, екі қыз, екі малшыға күйеуге шығып кетті. Жамандағаным емес. Бірінің байы ішкіш, екіншісінікі тиран. Соған қарамастан, аяқтан тозып, екеуінің құдалығын жасап бердім. Саудамен айналысқанның осы кезде көп пайдасы тиді. Енем больницадан шыққан соң көп өтпей тағы да операция болып жатып қалды. Тағы шыққасын құрт аурумен ауырып тағы жатты. Қазір жүріп тұруы қиын. Баяғыда бекер қарғаным-ау. Әлде баламның көз жасы жібермеді ме? Қазіргі жағдайы тым нашар. Таң қалғаным, қыздары не үйге, не больницаға барып, шешелеріне қарамады. Мүмкін өмірлері дұрыс болмаған соң келмеген шығар. Аллах есіркесін, енемнің көзі жетті. Ұлымнан кешірім сұрады. Жақсылық жасасаң да өзіңе, жамандық жасасаң да өзіңе деген рас. Әлхамдулиллах. Қазір бізде бәрі жақсы. Ұлым 4 жаста. Сыр жүгіріп жүр. Ақылы мен зеректі өз алдына ерекше бала болып, оның ешкім шалабай деп айтпайды. Үй соғып жатырмыз. Көтеріп қойдық. Қазір саудамен айналысамын. Жағдайымыз жақсы. Жақында екінші ұлымды босанамын. Мақсат бар көңілім маған бөледі. Жиі жақсы көретінін айтып, арасында себепсіз күлкі сыйлайды. Шүкір, бақыттымын. Қазір енем өзгерген. Шайыңды ішіп алсаңшы, тамақ іштің бе деп сұрап қояды. Жай ғана жымиып, я деп қоямын. Менің өмірім осы. Керегін өздеріңізге аларсыздар. Барша нәзік жандыларға бақыт тілеймін.